Қазақстанның үшінші жаңғыру және биылғы жолдауды іске асыру жөніндегі елбасының тапсырмасына сәйкес еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі орталық және жергілікті мемлекеттік органдармен бірлесіп, өзін-өзі жұмыспен қамтыған азаматтарды формализациялау бойынша жол картасын іске асыруда. Бірінші тоқсанда жұмыс келесі бағыттар бойынша жүргізілді. Халықтың жұмыс статусын нақтылау, халықтың жұмыспен қамтылуын жүйелік түрде заңдастыру және өзін-өзі жұмыспен қамтығандарды нәтижелі жұмысқа орналастыру. Жыл басынан бері мемлекеттік органдардың дерек қорындағы 2,7 миллион азаматтың статусы анықталмаған. Бүгінгі таңда 607 мың адамның статусы нақтыланды. Оның ішінде 197 мың жұмыскер еңбек шартын жасап, міндетті зейнетақы жарналарын аудара бастады. 12 мың кәсіпкер қызметтерін тіркеді. 16 мың адам жұмыспен қамтуға жәрдемдесу шараларына тартылды. Барлық өңірде статустарды анықтау жұмыстары жүргізіліп, бірінші тоқсанда формализациялау жөніндегі өңірлік штабтар құрылды және жол карталары бекітілді. Аталған жұмыс бойынша Ақмола, Жамбыл және Солтүстік Қазақстан облыстары алда келеді. Қайсысында статусы анықталғандардың саны 27%-дан асады. Сондай-ақ ең көбі оңтүстік Қазақстанда 101 мың, Алматы облысында 86 мың азаматтың статусы анықталды. Ел бойынша статусы жоқ адамдардың 51% негізінен 4 өңірде байқалады. Бұл оңтүстік Қазақстан облысы 20%, Алматы облысы 16%, Алматы қаласы 8% және Шығыс Қазақстан облысы 7%. Қалған азаматтардың арасында еңбек келісім шартынсыз жұмыс істейтіндердің үлесі жоғары. Сондықтан жергілікті әкімдіктер еңбек шартын жаса атты акциясы шеңберінде жүйелі жұмыс істеу қажет. Азаматтардың мәртебесін автоматты түрде нақтылау үшін бүгінгі күні мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйесінің көпшілігі интеграцияланған. Тек қаржы министрлігінің кәсіпкерлер бойынша базасы мен білім министрлігінің студенттер мен балалар бойынша базасы біріктірілмеген. Қалған жұмыстар жыл соңына дейін аяқталады. Наурыз айында министрлік статустарды нақтылау бойынша жаңа жүйелі алгоритммен нақты анкета сауалнама әзірлеп бекітті. Одан басқа мәртебені анықтаудың жаңа 4 каналы әзірленді. Оны ағымдағы жылдың мамыр айында ендіреміз. Бұл ИГОВ электрондық үкімет порталы, 1414 бірыңғай байланыс орталығы, халыққа қызмет көрсету орталықтары мен медициналық мекемелер сияқты халыққа қызмет көрсететін ұйымдар және мобильді СМС-тер арқылы пуш хабарландыру. Жол картасының екінші бағыты жұмыспен қамтуды формализациялау мәселелері жөніндегі жүйелі шараларды іске асыру. Бүгінгі таңда формализациялау жолындағы маңызды мәселелер қатарында статистикалық есепке алу, жоғары салық және ұйымдастырушылық құқықтық режимі секілді мәселелер бар. Қазіргі уақытта бейресми жұмыспен қамтылғандардың қызметін заңдастыру мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілерге өзгерістер енгізу туралы тиісті заң жобасы әзірленуде. Аталған заң жобасында жұмыспен қамтылғандардың және өзін-өзі жұмыспен қамтыған халықтың бірыңғай түсінігі мен олардың санаттары анықталады. Халықаралық еңбек ұйымы жұмыспен қамтылған халықты статистикалық есепке алудың жаңа классификатор жобасын әзірледі. Жаңа тәртіп 2018 жылы қазанда өтетін халықаралық еңбек ұйымының 20-шы конференциясында жаңа резолюциясымен қабылданады. Ол жұмыспен қамтылған халықты жіктеудің 2 жаңа тәсілін ұсынады. Біріншісі, өкілеттік түрі бойынша тәуелсіз жұмыскерлер және тәуелді жұмыскерлер. Екіншісі, экономикалық қауіп қатер түрі бойынша пайдаға бағдарланған жұмыскерлер және жалақыға бағдарланған жұмыскерлер. Сондай-ақ 2019 жылдан бастап жаңа статистикалық есепке көшу мақсатында арнайы жол картасы әзірленеді. Тіркеуді жеңілдету және бейресми жұмыспен қамтылған халық қызметін заңдастыру үшін жаңа арнайы салық режимі бірыңғай жиынтақ төлемі енгізу ұсынылады. Ол 4 төлемді біріктіреді. Жеке табыс салығы, міндетті зейнетақы жарнасы, міндетті медициналық және әлеуметтік сақтандыру жарналары. Бірыңғай жиынтық төлемі автоматты түрде қызметті тіркеуді, медициналық және әлеуметтік сақтандыру зейнетақы жүйесіне қатысуды білдіреді. Бірыңғай жиынтық төлемі ең біріншіден жеке тұлғаларға қызмет көрсететін басқа жеке тұлғаларға, қосалқы шаруашылыққа, үй жұмыскерлерге, сауда нысандарында арнайы орындары жоқ жеке тұлғалар үшін арналған. Сондай-ақ бұл төлем жалдамалы жұмыс еңбегін қолданбайтындарға бағытталады.
Жаңа салық режимі жеңілдетілген салық және патент режимдерімен қатар жұмыс жасайды. Жол картасының үшінші бағытын негізгі шаралары нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қабылданады. Бүгінгі күні 123 мың адам жұмыспен қамтылған. Оның ішінде 37 мың адам халықтың нысаналы топтарынан тартылды. Нысаналы топтан нәтижелі жұмыспен қамтуға тарту бойынша белсенді жұмыс Қарағанды, Павлодар облыстарында және Астана қаласында байқалады. Қамту пайызы сәйкесінше 27%, 11% және 13% құрайды. Сонымен қатар жоспардан артта қалу Алматы облысы 2,2%, Шығыс Қазақстан облысы 2,1% және Алматы қаласы 0,5% бойынша байқалады. Формализация жол картасының маңызды бағытының бірі еңбек нарығының инфрақұрылымының жаңғырту. Елбасының тапсырмасы аясында жұмыспен қамту және көші-қон мәселелері бойынша бірқатар заңнамаларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының заң жобасы әзірленіп, күні кеше президентпен бекітілді. 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан бойынша электрондық еңбек биржасының порталы жұмыс істейді. Бұл цифрлық Қазақстанның ең бірінші цифрлық платформасы болып табылады. Бұл цифрлық Қазақстанның бағдарламасы бойынша әзірленді. Бір айдың ішінде порталға 140 мың жаңа кірушілер және 4 миллион жуық қараушылар болғаны анықталды. Осы интернет желісі арқылы 21 мыңнан астам адам жұмысқа орналасты және 28 мың жұмыс беруші тіркелді. Мемлекеттік жұмыспен қамту орталықтарының түбегейлі жаңғырту көзделіп отыр. Бұдан басқа, халықты жұмысқа орналастыру бойынша жеке жұмыспен қамту агенттіктерін аутсорсингке тарту қарастырылуда. Бұл өз кезегінде 60 мыңға жуық азаматтың жұмыспен қамтылуына себеп болмақ. Жоғары айтылғандарды ескере отырып, формализация бойынша жол картасын нақтылау мақсатында өзгерістер енгізу ұсынылып отыр. Жол картасын іске асыру және мониторинг жүргізу үшін өңірлік штабтардың жұмысын үйлестіруге қатысты министрлікте жобалық офис құрылды. Құрметті Бақытжан Әбдірұлы, жоғарыда айтылған мәселелерді ескере отырып, келесі ұсыныстар енгізіледі. Ақпараттық және коммуникациялар министрлігі еңбек халықты әлеуметтік қорғау министрлігімен бірлесіп, сәуір айында азаматтардың статусын анықтайтын жаңа каналды енгізуді аяқтауды. Ағымдағы жылдың соңына дейін білім және ғылым қаржы министрліктерінің ведомстволық ақпараттық жүйелерін еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ақпараттық жүйесімен интеграциялауды қамтамасыз ету. Ұлттық экономика министрлігіне өзін-өзі жұмыспен қамтыған халықтың жаңа статистикалық есептеуге көшу жол картасын әзірлеп бекіту. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне мемлекеттік органдармен бірігіп, тиісті заң жобасын әзірлеп, үкіметке енгізуді қамтамасыз ету. Облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктеріне үй-үйді аралау барысында анықталған адамдарды бірінші кезекте нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламасына тарту жөнінде атаулы жұмыс жүргізуді қамтамасыз етуді және бағдарламаны іске асыруға қарастырылған қаржыны 2018 жылдың 2-4 тоқсандарына біркелкі бөлуді. Мемлекеттік органдар дер кезінде жол картасының іс-шараларын орындауды жоспар бойынша қамтамасыз етуді сұраймын.